Міне, таптым. Сау болыңыз. Рахмет, Эпплджек. Эпплдер отбасының соңғы жиынынан бері 100 шақтай өткеніне сен алмай отырмын. Тап бір кеше ғана кездескен сияқтымыз. Содан бері сіз сол жиын туралы айтудан жалыққан емессіз. Эпплблум, шақыруға кімдер жауап жазды? Жиынға кімдер келетін болыпты? Понилердің бәрі. Понилердің бәрі ме? Не дейсің? Сенімдісің бе? Я, Йондерхилдегі, Hello Shades'дегі, Galloping George'дағы, Fall Mountain'дегі, Филадельфиядағы, Толтейл Таундағы, Эпплдердің және Эппллуздағы Эпплдерден жауап келді. Мұнаны қалай ұмытып кеттім? Манхэттеннен, Бэбс, сүйікті жиенімді тағы көретін болдым. Меніңше көбірек шырын дайындауымыз керек секілді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Эпплдер отбасындағы жиын. 9-шы бөлім. Өткен кездесуден бері отбасымыз 10 есеге ұлғайған сияқты. Бәріне үлгеру үшін барымызды салып, тер төгуімізге тура келді. Қол ұшын беруге әрқашан дайынмын. Иә. Рахмет, мұны бағалаймын жандарым. Әжелерің Эпплдердің соңғы отбасылық жиыны өткен кездегідей сергек емес. Әже, сіз кәрі шығарсыз, бірақ әдеттегідей өте сергексіз. Сен кімді кәрі дедің? Мен айтайын дегенім, бұл жолы мерекені мен ұйымдастырсам қайтет, тек сіз жақсылап көңіл көтерерсіз. Жарайт, қызым, келістік. Бәріне өзің жауапты боласың. Сізді жерге қаратпайм, әже. Мерекеге не қажет болатынын айтып беріңіз. Мен бәрін істейм. Айтып отырғанша саған бәрін көрсеткенім дұрыс. Иә. Панивилияға қоныс аударғалы бері әр 100 ай сайын алма бағында мереке ұйымдастырамыз. Ой, ал мынау кім? Бұл сенің арғы немере әжеңнің әжесі Эпплсоус. Шамамен сенің жасыңдағы кезі. Эпплсоус деген атқа алма тосабын қайнатып жатқан кезде ие болды. Тістерінің жартысы түсіп қалды. Ей, бұл сіз ғой әже. Дұрыс. Эпплдер отбасы ең бірінші жиыннан бері осы көрпені тігумен келеді. Мен тіге алам. Құрып кеткір. Жіптің ұшын түйу керектігін маған ешкім айтпады ғой. Демек, көрпе тігуге материалдар керек. Мата, инелер, жіптер. Расымен ақ бірінші кездесуден бері осы көрпені тігіп жүрсіз бе? Әрине, басқа көрпе тігуді ойыңа да алушы болма. Ал мұнда не болып жатыр? Білесің бе, Эпплдар тәтті тоқаштарды ұнатады. Ей, алма қосылған тоқаштар қайда? Ал сен кімсің, балақай? Мен Эпплджекпін. Тағы бір тоқаш жесем бола ма? Құлының тәбетінде екенін білді. Демек, бал мен ұнды екесе көбірек алуымыз керек. Сосын 50 шелпек алма, сосын май мен алау жағатын отын. Менің аузыма алма тығып жақсылап қуырыңдар. Сол нағыз естелік болады. Бэбс менің сүйекті жиенім деген болатынсың. Ал менің сүйекті жиенім Эпплроуз. Біз ылғи 7 аяқтап жүгіру жарысына қатысатынбыз. Бұл жарыста біз жеңеміз әпке. Әрине, сенің жалыңмен ант етейін. Қане, сіңілім, тезірек. Қамбаның жанындағы сурет, түсіндім. Бұл кездесу жайлы жағымды естеліктеріңіз көп екен, солай ма? Әрине, соңғы кездесуден кейін жаңа естеліктер пайда болады деп үміттенем. Барлық понилер оны қатты күтіп жүр. Бұл жолы бүкіл отбасымызбен қауышамыз. Олар келесі жылы келе ме, кім білсін. Оныңыз рас. Қазір әркім өз отбасының қамымен жүр. Келесі жылы мұның сәті түседі деп ойламайм. Уайымдамаңыз, әже. Мен отбасы тарихындағы ең жақсы кездесуді ұйымдастыруға тырысам. Іске кіріселік, бәрін ойластырып алайық. Мәссаған,
Әпкеңнің басына не киіп алғанын қараш. Appleblom, сен неге ұйықтамайсың? Менің де сенен соны сұрағым келген. Ұйқым келмей жатыр. Кездесу жайлы ойлар да маза бермейді. Иә, Бэбсті қатты көргім келіп жүр. Екеуміз бірге жақсылап көңіл көтереміз. Не? Бәрі енді басталғалы жатыр. Смит әже маған бұл кездесуді ұйымдастыруды тапсырды. Мен керемет мереке өткізем. Appleblom, мен көп жоспар құрып қойдым. Сенің бос уақытың болмайды. Иә, сіңілім, бұл кездесу күтуге лайықты нәрсе. Түрегел, Appleblom, уақытты қыз. Жылтырақты ұмытпа! Хе! Осымен болдау дейін. Дер кезінде үлгердің. Қонақтар келді. Apple Rose. Apple Rose, сені көргеніме қуаныштымын. Бәріңізге сәлем. Әпілдар отбасының жиынына қош келдіңіздер. Тамаша. Менің атым Applejack. Сіздерге көп қызықты нәрсе әзірлеп қойғанымызды қуанышпен жариялағым келеді. Кіші понилердің кедергілер алаңынан өту жарысын бастаймыз. Ал ересек понилер бірігіп ыстық тоқаштар пісіреміз. Содан кейін не бір қызықтар болады. Сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Ол қайда? Бэбс! Appleblom. Екеуміз жақында ғана кездестік дегенмен... Көріспегелі көп болған сияқты. Жаңа мектебім туралы айтуға асығып тұрмын. Тезірек тыңдағым келіпті. Неден бастасам екен? Бірінші күні. Эй! Бэбс, келгенге қуаныштымын. Әпкеммен кездесудің мүмкіндігінен айырылушы ма едім? Ешқашан. Кедергілер алаңынан өтсеңдер қайтеді. Біз алдымен біраз сөйлессек деп едік. Уайымдама. Жарысқа қатысқан кезде сөйлесуге көп уақыт табасыңдар. Сонымен, понилер, көңіл көтеруге бәрің дайынсыңдар ма? Мәссаған, Мәри анау ма? Оған дейін бір шақырым бар ғой. Негізі, сол белгіден кейін жарыстың кезеңіне өтесіңдер. Мұнымен бітпей ме сонда? Бітпейді. Сенсең біразға дейін есте қалатын жарыстар ұйымдастырдым. Осы жарыстан кейін тезірек мына жаққа шабасыңдар. Осы жерден алма ұстайсыңдар. Сосын мына ағаштарды елу рет айналасыңдар. Бастарың айналғанға дейін. Сосын бөгеттерден секіресіңдер. Содан кейін соңғы кезең болады. Тәрелкені төбелеріңе қойып тұрып, шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші деп бірнеше рет қайталайсыңдар. Соңында төзімді пони жеңеді. Рас па? Рас. Қане достар, естеліктер үшін еңбек етейік. Дайындал, назар аудар, жүгір! Алақай, жарайсыңдар. Көрпенің не боп жатқанын көрейін. Жаңа тіс салғызғаныңызға біраз болды ма, Apple соус тәте? Ханымнан мұндай нәрсені сұрау әдепке жатпайды. Көзіңізді ақшитпаңыз, Apple Rose ханым. 6 кездесу бұрын қол шатырма не істегендеріңді ұмытып қалды деп ойлайсыңдар ма?
Біз оның көмегімен сыйлық жасағымыз келді ғой. Applejack, келгенің жақсы болды. Бізбен бірге көрпе тігесің бе? Кешіріңіз, Applesauce тәте. Менің қолым бос емес. Сіздер тезірек бастай беріңіздер. Біз тербелетін орындықты таба алмадық. Мен басқа нәрсе дайындап қойдым. Биыл әлгі көрпені міндетті түрде аяқтайсыздар. Аяқтаймыз ба? Бұл жақсы болар еді, я! Не дейсің? Бұл жақсы болар еді, я! Деймін. Мүмкін. Дегенмен дамып келе жатқан пәнім үшін тым көп көңіл көтеру өте зиян деп естідім. Жарайсыздар. Не дейді? Ештеңе естілмейді. Golden Delicious бе? Жарысқа қатысады-ау деймін. Скуталу мен Суити Беллдің қалдері қалай? Жақсы, ой. Бәрі дұрыс па? Басым айналып кетті. Бұл 8-ші сәбиіңіз бе? Иә, дәл солай. Шынымды айтайын. Apple тартым әлі де кішкентай, бірақ ол... Жақсы отырсыздар ма? Әрине. Бірақ тәтті тоқаштарды тезірек пісіріңіздер. Жаю, салу, түйу. Жаю, салу, түйу. Жаю, салу, түйу. Осылай. Жұмыс істеуді жалғастырамыз, қыздар. Эквестриядағы ең дәмді тоқаштарды Appleдар отбасының барлық мүшелері жегенін қалаймыз. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрмекші. Айрықша белгісі жоқ понилер бар ма? Екі пони бар. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрмекші. Айрықша белгісі болғылар келмей ме? Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрмекші. Шын еңбекші, өрмекші, өрмекші, шын өрмекші. Шын еңбекші, өрмекші. Мен тілімді сезбей қалдым. Мен де. Appleдар отбасы, үзіліс. Жақсы болды ғой. О, отбасылық альбомға қажетті кейбір сәттерді түсіріп алайын. Мұнда қызықты ештеңе жоқ. Мұнда да жоқ. Қане, Applejack, ойлан. Оларды қимылдату қажет. Білемін, менің әпкем бұл кездесудің тамаша болғанын қалайды, бірақ бұл күлкілі. Өте күлкілі. Мен тіпті сөйлесуге уақыт таппаспыз деп ойладым. Сендердің уақыттарың бітті. Отбасының басқа мүшелері сендерді күтіп отыр. Applejack, мен Бэбспен сөйлесіп үлгерген жоқпын. Жарыстан қолымыз босамағандықтан тіпті сөйлескен жоқпыз. Серуендеп жүрген кезде Бэбс екеуің сөйлесіп үлгересіңдер. Серуен деген кезде ме? Өтінем, назар аударыңыздар, келіп отырыңыздар. Бұл арғымақтар сіздерді серуендетеді. Сонымен бәріміз әсер алуға барынша тырысқанымызды білем. Өткен жиындар кезінде бүкіл отбасы ферманың төңірегінде серуендеген болатын. Дәл сол себепті бұл жолы ерекше әсерлі мереке ұйымдастырғым келді. Сонымен көңіл көтеруді бастайық. Қане? Ияха! Тісімді аз уақыт бұрын тазалағанмын. Мына қыз бізді қай жаққа жібермекші? Жемістер бағына ма? Я. Не? Әзілім ғой. Біз бұл бақтарды қараусыз қалдырдық, содан бері орманда. Мәссаған, түрлі түсті жарғанаттар.
бәрі бітті, бәрі құрдымға кетті. Әже, мен қатты өкініп тұрмын. Ештеңе етпейді, қызым. Олай емес, айналаға қараңызшы. Қамбада отбасылық мінсіз жиын өткізем деген жоспарым да тас талқан болды. Солай болғаны да дұрыс шығар. Бұл қалай дұрыс болады? Эпплджек, сен бәрімізді әуреге салғаның сонша, ескі достарымызбен шүйіркелесіп рахаттануға мұршамыз болмады. Рас па? Иә. Смит әже, бәрі жақсы әсер алсын деп мені жауапты етіп тағайындадыңыз, бірақ бәрінің есінде бірақ нәрсе қалады. Бұл жиын отбасылық тарихта ең жаман жиын болды. Қоя тұр. Понилердің бәрі әлі осында. Солай ма? Және бізді шүйіркелесуге әлі уақыт бар. Тек бізге жақсы әсер алуға мүмкіндік бер. Отбасылық сурет. Тек бұл жылы қамбаның жанында суретке түспейміз. Дегенмен, тыңдаңыздар, бізде соңғы тапсырма бар. Эпплджек! Әже, маған сеніңіз. Бұл өте көңілді болатындықтан есімізде қалады. Міне біздің қамбамыз, 1, 2, 3, 4, оны әп-сәтте саламыз. 1, 2, 3, 4, жұмыла кіріссек, жаңа қамба саламыз. Оңға бұрыл, шаршама, ерініп артта қалма. Ақылдар отбасы, ырғақтан жаңылмаңыздар. Алақай! Міне біздің қамбамыз, 1, 2, 3, 4, оны әп-сәтте саламыз. 1, 2, 3, 4, жұмыла кіріссек, бұл қамбаны саламыз. Ірге тасын тұрғызып, батылдау қозғаламыз. Міне біздің қамбамыз, 1, 2, 3, 4, оны әп-сәтте саламыз. 1, 2, 3, 4, бұрыштарын түзейміз, төбесін тез жабамыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Қане ақылдар, тездетейік. Әулетіні жиналдық, Мен де бұған қуандым, мақтанып мен айталам. біздің әулет тамаша. Дөңгеленіп би-билеп, түсі тосын биіктен. Мұнда біраз пони бар, қамбамыз керемет болар. Алақай! Алақай! Алға, істесек! Мінеки қамбамыз, 1, 2, 3, 4, оны әп-сәтте саламыз. 1, 2, 3, 4. Түрлі түсті бояу бар, барлық жерді сырлай бер. Жұбыңды тапта тезірек, біз не істесек, соны істе. Дайын болды қамбамыз, керемет. Тамаша болды қамбамыз, ғанибет. Жиналдық шартараптан, келіп тұрмыз жан-жақтан. Отбасымыз нағыз біз, Apple әулеті керемет. Келесі кездесуді асыға күтемін. Мен де. Бірақ одан бұрында кездесетін шығармыз, е? Әрине. Құттықтаймын, Эпплджек. Сен бәрінің есінде қалатын кездесу ұйымдастырдың. Дегенмен аздаған кемшіліктер болды. Иә, көп емес. Охо, мынау әдемі. Қымбатты Селестия ханшайым, мен отбасы туралы маңызды нәрсе білдім. Ойланып қарасаң, ең алғашқы достарың туыстарың екен. Жаныңда жанашыр туыстарың болса, сол сәтті есте қаларлықта етіп өткізу үшін тыраштанудың қажеті жоқ екен. Тіпті жай нәрселердің өзі маңызды екен. Не істегеніңді ұмытып қалсаң да туыстарың есіңде қалады екен. Сіздің адал шәкіртіңіз Эпплджек. 9-шы бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.